келдіңіз Айдана. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз, қал жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Кеше енді осындай жағдай орын алып қалды. Сіз күтпеген боларсыз, өйткені біз де күтпедік. Бауыржан, Айдана мен үшін тым жақсы қыз, мен Айданаға лайық емеспін деген себеппен таныстықты тоқтатты. Бірақ ар жақта төрден орын алып отырған жігітіміз жақсы жігітке жақсы қыз керек деп сізге өзінің бір ұнатып қалған сезімін білдірді. Біз сізге бір күн уақыт бердік, ал енді жауапты естуге асықпыз. Қандай жауап? Осы орындыққа Бексұлтан жайғасса қалай қарайсыз? Иә. Иә. Келісесіз. Бека, құтты болсын. Келе ғой. Не деп тұр? Күлімде. Күлімде, бұл сүннет, күлімде жүріңіздер әрқашан. Саламатсыз ба? Ока нақ бастырген жоқ? Көңіл күй түсіп отыр да? Бека кәдімгідей ырза болып шықты ғой нәлерге. Енді риза Енді қыз болғанда иә жылап деген шығамын. жауап берді. Кеше өзінің ұсынысында айттым. Доспыз дейсің да, и маған келген үміткерге сенің көзің түседі, оны қалай түсінеміз айтшы. Енді қара, доспыз деймін да, кеше шыққаннан кейін мен саған айттым, дұрыс па? Қарсы болды ма, қарсы болмады ба деп. Мына жерде жарнама болды, мен қайтарғанда да сол кезде маған неге келіп ескертпедің. Мен саған қалай жарнама болғанда мен саған барып ескертемін, сен өзің көріп тұрсың ғой ситуацияны. Мен жарнамада емес, бұны бәрін эфир барысында айттым. Осылай. Егер де Баука қарсы болмаса, егер тоқтатып жатса, мен анда отырсам бола ма, танысып көрейін бұл қызбен дедім. Содан кейін барып өзің үндемедің. Өзін тоқтатып тұрсың бұл жерде. Бір мен сен мына жерде таныстығын жалғасып жатқанда, мен сен бір жұлып микрофонды алып Диана ханым тоқтай тұршы деп айтқан жоқпын. Жігіттер, енді Бауыржан білмеймін. Барлығы өтіп кеткеннен кейін оянып жатыр ма, қалай болғаны таңғалып отырмыз. Қанша дегенмен Бека өзі нақты түрде қадам жасады, Айдана қабыл алды, иә деді. Енді алда сіздерді кездесулер күтіп тұр, барлығы жақсы болсын. Бұл қадамның бір дегені болсын, жететін жері болсын дегендей ғой. Ойымыз, ниетіміз жақсы. Бека, қазір сені енді сырласу бөлмесіне жіберуге болатын еді, бірақ енді білмеймін, бірден кездесу болғаны дұрыс шығар, иә? Сондықтан Айдана, сіз қарсы болмасаңыз, эфирден кейін Бексұлтанды күтесіз, одан кейін бірге серуендеп кешкі кездесулерге барсаңыз, иә? Өз сондай ұялшақ ару. Бека, онда Айдананы шығарып салайық. Жақсы, рахмет. Күтіңіз. Шынымен де Айдана қысылып отыр. Одан да эфирден кейін Бексұлтанмен өзі жақынырақ таныссын және біздің асығу